10 сынып Қазақстан тарихы 6 сабақ. Тақырыбы Орталық Азия өркениетінің ежелгі ошақтары. Сабақтың мақсаты Орталық Азия өркениеттерінің ежелгі ошақтарын, аймақтары мен жекелей танысу. Осы сабақта жүзеге асырылатын оқу мақсаттары: Орталық Азиядағы ежелгі отырықшы егіншілік өркениеттердің ерекшеліктерін, отырықшы егіншілік өркениетінің мәдени ошағы, экологиялық ерекшеліктер мен мәдени тарихи аймақтары, даланы оңтүстік шекараларындағы отырықшы аймақтарды қарастырамыз. Назар аударыңыздар. Орталық Азияның отырықшы егінші өркениетінің ерекшеліктерін бірнеше тұрақты мәдени ошақтар өмір сүру жөнінде көшпелі өркениетпен тығыз байланысты. Орталық Азияның отырықшы егіншілік өркениетінің 3 мәдени ошағы Шаш, Сырдария аймағы және Жетісу Қазақстан аумағына тікелей байланысты. Енді балалар, Орталық Азия өркениетінің бірі бактерия туралы видеоролик көреміз. Бактрия Амудария өзенінің жоғарғы ағысында орналасқан Орталық Азия жеріндегі тарихи аймақ. Ол қазіргі Ауғанстанның орталық және солтүстік, Өзбекстан мен Тәжікстанның оңтүстігіне қарай орналасқан. Өз атауын Бактр қазіргі Балхаб өзенінен алған Амудария ағысы. Ежелде Бактрия мынадай мемлекеттермен шектелген: Сагдиана солтүстікте, Арахозия оңтүстік-батыс, Ариана батыс және Гиндукуш таулары оңтүстік-шығыс. То, что уже было найдено в конце 70-х. 70-ші жылдарда табылғандардың барлығы әрине сол кездегі аралық мәдениетті әлемге көрсетеді. Алыс шығыс мәдениеті Үндістанды қосқанда. Алдыңғы шығыс мәдениеті, яғни Жерорта теңізінің аймағындағы алдыңғы Азия. Осы аралықтағы мәдениет жағдайының ерекшелігі сонымен қатар Бактрия мәдениеті өзінің бірегейлігімен есте қалған. Бұл жерден біз жақын шығысқа тән сәттерінде байқай аламыз. Кей жерлерден Үндістанның да әсерін көріп қаламыз. Тіптен ондай толқын солтүстік Еуропадан да естіліп тұрады. Өйткені сол кезде арилік, үнді еуропалық көші-қон мәселесі орын алып жатты. Осының негізінде біз өте ежелгі Бактрия, яғни порто-бактерийлік топ, дравидтік мәдениет туралы айтамыз. Нин бактрияндықтарға қарсы жорыққа шықты. Сол жерде Семирамиге үйленді. Барлық әйелдерінің ішінен бізге белгілісі Диодор тарихи кітапхана. Біздің эрамызға дейін 23-28 ғасырлар батыс Тәжікстан, оңтүстік Өзбекстан мен шығыс Түркменстан жерінде өмір сүрген. Қола ғасыр өркениетінің бірі бактерийлік маргияндық археологиялық кешеннің болғаны бізге белгілі. Ол Междуречьтегі ежелгі Вавилондық патшалық пен Пәкістандағы үнді өркениетімен қатар болды. Виктор Сариониди ставят в один ряд с такими известными... Виктор Сариониди есімін Тройен ашқан Генрих Шлиман мен және Тутанхамон мазарын тапқан Говард Картермен қатар қояды. Оның археологиялық олжасының ішінде Бактрий алтыны бар. Бұл әлемдегі аса ірі және қымбат қазына. Келесі бір үлкен жаңалық қазіргі Түркменстан жерінен табылған 40 ғасырлық тарихы бар елге беймәлім ежелгі Маргиян мемлекеті. Мектеп оқулықтары сол кезде тек 4 ірі өркениеттің болғанын айтады: Мысыр, Месопотамия, Қытай және Үндістан. Сариониди оған 5-шісін қосты. Біздің эрамызға дейін 2-3 мыңжылдықта Қарағым шөлінде Мұрға өзенінің сағасында Марғұш мемлекеті болған. Ежелгі гректер оны Маргиян деп атаған.
Виктор Иванович Сарияниди 1929 жылы Ташкентте грек пантейлық отбасында дүниеге келген. Ташкент университетінің тарих факультетін тәмамдаған. Студент кезінде Самарқан қаласындағы Ұлықбек обсерваториясының қазба жұмысына қатысқан. 1972 жылдан бастап Түркменстандағы Маргиян экспедициясына басшылық еткен. 1978 жылы Сарияниди Ауғанстанның солтүстігіндегі патша қорымынан үлкен мөлшердегі алтын бұйымдарын тапқан. Сарияниди 30-дан астам кітаптың және 200-ден астам мақала авторы. Грекия, Түркменстан және Ауғанстан марапаттарының иегері. Оған әріптестері Лев Каракум деп ат қойды. У Трои был Шлиман. Трояның атын Шлиман шығарды. Көптеген ұлы өркениеттердің өзіндік зерттеушілер бар. Ол Бактрияны әлемге танытқан адам. Осыған дейін біз жазба деректерге сүйенетін болатымыз. Ал жазба деректер кейде өзі сипаттап отырған оқиғадан өзгешеленеді. Бұл ғасырлар бойында кездесетін жағдай. Бірақ 100-200 жылдың аралығы біраз алшақтық бар. Сондықтан біз ежелгі гректердің деректеріне сүйенеміз. Ал ежелгі Греция орталық Азиядан біршама шалғайда. Ал әлемге археологиялық тұрғыдан танытуда оның рөлі өте зор. Ол тек археологтың еңбегі емес, соны жеткізудегі сөз саптауының да, тапқан бұйымын паш етудің де орны ерекше. Сондықтан оның мұндай еңбектер үшін Бактрия оған борышты. Біздің аймақтағы төл мәдениетіміз ретінде, әлемдегі ең ежелгі өркениет ретінде оған ризашылығымызды білдіреміз. Выбираете для своей кошки лучшее? Ал балалар енді кілт сөздері. Экологиялық орны, әскери саяси тарихы, тілдік топ, көлік дәлізі. Экологиялық орны латынша үй, баспана, логос, ілім дегенді білдіреді. Жеке организмнің қоршаған ортамен қарым-қатынасы, ортаға бейімдеу, заңдылықтары, сондай-ақ организм қауымдастықтарының экожүйелерін ұйымдастыруы және қызмет атқару заңдылықтарымен зерттелетін ғылымның түрі. Екінші, әскери саяси тарихы. Ол қорғаныс, ұлттық және ұлтжандық қауіпсіздік міндеттерін бірнеше шешу мақсатында ресми түрде жүргізілетін саяси келісім одағы. Тілдік топ. Әлемде тілдік тілдер жер шарында мекендеген халықтардың тілдері. Олардың саны 2500-5000-ға шейін көп. Көптеген тілдер әлі күнге шейін зерттелмеген. Олар топтасқан жоқ. Қазіргі ғалымдар осы тілдер зерттеп, көптеген тарихи көріністеріне тым батыл баға беріп отыр. Міне сондықтан да осындай нақты дәлелдер арқылы тілдердің топтасуын айтады екенбіз. Келесі көлік дәлізі. Көлік дәлізі дегеніміз материалдық, өндірістік, жолаушылар мен жүк тасымалдарын жүзеге асыратын аса маңызды саласы. Ол экономикалық инфрақұрылымның қалыптасқан салаларының бірі. Біздің тұңғыш президентіміз Қазақстан 2050 деген бағдарлама жасады. Міне сонда осы көлік мәселесі жайында, инфрақұрылымы жайында үлкен кең көлемде айтып кеткен. Қорытынды. Қорыта келе Орта Азия өркениетінің ежелгі ошақтарымен таныстық. Атап айтар болсам, Орта Азияның солтүстігіндегі Марқап жазирасындағы Марғуш, Амударияның төменгі сағасында Хорезм, Амудария және Сырдарияның аймағындағы Соқты, тау арасындағы Ферғана, Сырдарияның оңтүстігіндегі Шаш және тағы басқалары. Сұрақ: Хорезмдік өркениеттің ошағы неге негізделген?